Абай ауданынан Қарауыл ауылынан 85 шақырым жерде орналасқан Шақпақ жайлауы. Қарабұлақ қонысы. Дәл осы жерде Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірінің соңғы жылдары өткен саят қорасы болған екен. Сопылық бағытты ұстанып, Құдайға құлшылықпен қатар, тәннің пәлсапасына терең үңіліп, көптеген өлеңдерін тудырған, философиялық трактаттарын жазған жері. Шәкәрімнің жан жалғыздығы туралы жырына тоқталайық. Жапанда жалғыз жаттым, елден безіп, жалықсам аң қараймын, тауды кезіп, оңашада жатқанды ұнатамын, елімді ел қылмасын ерте сезіп. Жауға қатын, жақынға жалмауыздар, жалықпай көк малтасын жүрсін езіп. 6 жол өлеңмен жалғыздық деп аталатын ұғымның сырын ашып береді. Шәкәрім қажы қажылық сапардан оралғаннан кейін елден жырақ жатып, билік пен саясаттан толықтай бас тартқан. Осы саят қораны мекен еткен екен. 2006 жылы Жидебай қорығынан Шәкәрім саят қорасы музейі салынды. Шақпақ жайлауындағы тарихи ескерткіштің прототипі саналатын бұл музейде аңшылық тақырыбы, ісмерлік, аспаптық және ғылыми әдеби экспозиция құрылды. Шәкәрімнің саят қорасы музейінің жобасын сызған тектінің тұяғы қаламгер Елдар Кәменұлы. 1998 жылы Шәкәрімнің 100 жылдығына орай деймін, сол қайтарылған кемеңгер деген сол 100 жылдыққа байланысты Шәкәрім атамыздың сол үлкен мерейлі мерекесіне деп бір ән жазған болатын. Соның да бір есептеп өзім ойымен жүрген кезім еді. Сол мынау бір дүние өзіме болашақта бір жақсы керек ау. Бұған неге тартынам Шәкәрім атамыз үшін көрейін деп өзімше сол алғашқы жобаны сызып көрдім. Сөйтіп, соны кейіннен апарған болу керек. Сол жоба бекіді деп, сол қаржы бөлінетін болып, сол кейіннен сол мына Жидебайда сол Шәкәрім музейі салынды. Өзінің музейі деп айтатынбыз. Шәкәрім жобасы бойынша дейміз, бұл екінші жоба деп айттық. Мына жоба салынды. Міне осы жоба. Міне бұл енді ешкімді айта алмайтын шығар. Бұл енді менің таза жобам. Бұның бәрі міне сол кездегі алғашқы бейнесі осылай болды. Шәкәрім саят қорасы экспозициясы 2006 жыл салынды. 2018 жылы кемеңгердің 160 жылдық мерейтойына орай қайта жаңғыртудан өтті. 2020 жылы Қаз қайта жаңғырту мекемесі арқылы күрделі жөндеуден өтті. 1925 жылы Шақпақ тауының күнгейінде бой көтерген саят қора маңында шошала айналдыра салынған пішен қора ат қорасы болған. Бұл жерде ақынның мәңгі өлмес туындылары, тарихи философиялық, поэзиялық шығармалары дүниеге келген. Киелі орын жайлы естеліктер қалдырған Шәкәрімнің ұлы Ахат. Шәкәрімнің саят қорасы тек қана аңшының үйі емес. Ол 20 ғасырдың ұлы философының дара ойлары сомдалған шеберхана. Асыл қазынасы төгілген қоймасы. Әлем әдебиетінің жауһарларын оқыған кітапханасы. Шәкәрім саят қорасы ол кемеңгердің кабинеті болған. Кемеңгер Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдық мерейтойына орай Абай ауданының әкімдігі мұрындық болып, сырты шарбақпен қоршалды. Десек те, қажының қолының табы қалған саят қора көп зерттеуді қажет етері анық. Осы тұрғыда бір қатар мәселелер де көтеріліп отыр. Бүгінгі күнде сол саят қора қараусыз табиғи ауысымдардың өтінде тұр. Қазіргі күнде 3 қабырғасы сақталған. Осы күнге дейін ол жерге ешқандай да
зерттеулер, археологиялық зерттеулер жүргізілген жоқ. Екіншісі, қайта қалпына келтірілу керек. Ол нәрсе әлі күнге дейін қолға алынған жоқ. 2 рет жас Алаш газетіне жазылды бұл сұхбатымыз. Көптеген жаңағы мәселелерді қозғап, қалай жөндеуге болатын жөндеуге зерттеулер жүргізілді. Бірақ ешкім жаңағы өкінішке орай осыған назар аударып, жаңағы өз ойын білдіргендер болған жоқ. Шақпақтағы Саят қорада Шәкәрімнің Айсұлу Нартайлақ, Мұтылғанның өмірі, Ләйлі Мәжнүн сияқты поэмалары, Боран секілді ірі аудармалары, Әділ Мәрия романы, Шын бақтың айнасы, Мен 72 жасқа келгенде, Мұсылмандық белгісі, Мәнді сөздер сынды таңдаулы туындылары хатқа түскен екен. Жергілікті ГУПУ органдарының аудандық бөлімшесі Шәкәрімді кәдімгідей бақылауға алған, ешқайда кетпеуге келіп, есеп беріп тұруға міндеттеген. Соңына түсіп алғаннан кейін Шәкәрім елсіздегі Саят қораға оңашалыққа кетеді. Жазған сызғандарын қайта қарап, өңдеп, түзеп, өзімен өзі таза шығармашылық жұмысына ден қояды. Бірақ бәрібір Шәкәрімге маза бермейді. ГУПУ адамдары кісі жіберіп отырады. Соңына адамдар салып қояды. Қайта-қайта сұрауға шақырады. Осының бәрі Шәкәрімді қатты құлазытады. Соңынан қуғын түсіп, оққа ұшты. Шәкәрім мен Мәшһүр Жүсіптің кездескендігі туралы ел ішінде қалыптасқан бір аңыз бар. Мәшһүр Жүсіп көбейіп, көрегендігімен танымал. Шәкәрімге айтқан екен: «Ей Шәкәрім, білесің бе, екеуміз де өмірден өтеміз. Сен залымның оғынан, мен зауалдан кетеді екенмін. Кел ендеше, екеміз бір-біріміздің тірідей жаназамызды шығарайық» деп уәделескен. Расында да 1931 жылы 2 қазан күні Шәкәрім қажы нақақтан нақақ соттың үкімінсіз халық жауы деген атпен атылып өлтірілді. Мәшһүр Жүсіп көбеевтің де өмірден өтуі елді жайлаған ашаршылықпен тұспа-тұс келген.